Сүйінші жаңалық. Шерзат ісінде аты шыққан заңгер қазақ еліне қуанышты жаңалығын паш етті. Белгілі заңгер Мейірман Шекеев Инстаграмдағы ресми парақшасында туған күніне арналған ерекше видеоны бөлісті. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы хабарлайды. Видео мазмұнына қарағанда, туған күніне орай заңгерге Оңтүстік Кореядан сыйлық келген. Дана есімді қарындасының ұлы Мейірман Шекеевке MacBook құрылғысын тарту етіп, арнайы жеткізу қызметі арқылы жолдаған. Адвокат бұл тосын сыйға ерекше қуанып, қуанышымен көпшілікпен бөлісті. Мейірман өз жазбасында туған күнінде құттықтап жатқан барша жандарға алғысын білдіріп, олардың жылы лебіздерімен көңіл бөлуі жүрегін толқытқанын атап өтті. Құттықтап жатқан барлық жандарға үлкен алғыс. Көңіл бөліп, жылы сөздер айтып, шын жүректен тілектер жолдап жатқандарыңыз жүрегіме қуаныш сыйлауда. Сіздердің әрбір хабарламаңыз, қоңырауыңыз бен тілегіңіз мен үшін өте қымбат. Бүгін өзімді ерекше сезініп жатырмын. Бұл сіздердің арқыларыңыз. Осындай мейірімді, шынайы жандармен қоршалғаныма шүкір. Баршаңызға тек жақсылық тілеймін, деп жазды ол. Құрметті көрермендер, Мейірман Шекеевтің туған күніне байланысты бөліскен видеосы адамға қуаныш сыйлайтын шынайы әрі жылы сәттің көрінісі. Әсіресе алыс елден, яғни Оңтүстік Кореядан арнайы сыйлықтың келуі, оны жақын туысы ұйымдастырғаны, туған туыстың арасындағы ерекше сыйластық пен қамқорлықтың айғағы. MacBook жай ғана құрылғы емес. Мұндай сыйлық адамның еңбегін, қадірін, тұлғасын бағалап барып жасалатын таңдау. Ал оны жария ету мақтану емес, шынайы қуанышпен бөлісу ғана. Әсіресе көпшілікке танымал адамдар үшін өмірінің осындай сәттерін бөлісу оқырманмен арадағы байланыс пен шынайылықтың бір бөлігі деп есептеймін. Мейірман ағамыздың туған күніне жазған алғыс сөзі де жүректен шықты. Айналасында жақсы адамдардың барын бағалауы, әрбір тілекті ерекше көріп, қадір тұтуы, оның адами болмысы мен кішіпейілдігін аңғартады. Қазіргідей жылдам әрі күйбең тіршілікте бір-бірімізге көңіл бөліп, жылы сөз айту ең үлкен сыйлықтардың бірі. Ал осындай сәттермен бөлісе білу мейірімділік пен риясыз көңілдің белгісі. Мейірман Шекеевке шын жүректен ұзақ ғұмыр, зор денсаулық және сәттілік тілеймін.